Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Урбоэкология және урбомониторинг негіздері пәнінен кезекті сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы икемделу, бейімделу және қала экологиясы. Мақсаты қалалардың экологиялық проблемаларын, оның шешу жолдарын және қала тұрғындарының денсаулығына тигізетін әсерлерін анықтау. Абиотикалық факторлардың түрлерімен таныстыру, факторлардың әсер ету механизмі, заңдылықтары, бейімделу және икемделу түрлерімен таныстыру, табиғатты қорғауға, адамгершілікке тәрбиелеу. Күтілетін нәтиже адамдардың мекендеу ортасы мен өзара қарым-қатынастарын түсіндіреді. Сонымен экология жағдайларына бейімделу. Адаптация организмдердің, олардың мүшелер жүйелерінің құрылысы мен қызметі жағынан белгілі бір тіршілік ортасына бейімделу процесі. Бір биологиялық түрдің морфофизиологиялық, мінез-құлық, популяциялық тағы басқа оған ыңғайлы табиғи ортада өзіне тән өмір сүруіне мүмкіндік беретін ерекшеліктері. Бейімделу әрбір түрдің барлық даму сатысында, даму арқасында қалыптасады. Бейімделу жиынтығы ағзалардың құрылысы мен тіршіліктің табиғи қажеттілігін қалыптастырады. Филогенездік бейімделу бұл эволюция барысында кез келген ағзалар тобында қалыптасатын бейімделгіштіктің бүкіл кешені. Өсімдіктер мен жануарлардың әрбір түрдің қоршаған орта жағдайларына өзінің бірегей бейімдігі болады. Азырақ бейімделген ағзалар немесе түрлер өмір сүре алмайды. Олар жағдай өзгерген кезде эволюция барысында өліп біткен. Жерде климат жылы өте ылғалды болған кезде ұрықтануына су қажетті қосмекенділер және споралы өсімдіктер үстемдік етеді. Климат едәуір ыстық, құрғақ, бірақ маусымдық өзгеріссіз болған кезде рептилийлер және қарапайым ашық тұқымды өсімдіктер үстемдік көрсетеді. Климат енді ғана едәуір салқындап, температура маусымды және тәуліктік төмендегенде және мұз басу болғанда жылы қанды құстар және сүтқоректілер үстемдік ете бастады. Сонымен бірге кейбір түрлер өте жақсы бейімделді. Эволюция биологияда тірі табиғаттың қайта айналып келмейтін және тура бағытталған тарихи дамуы. Эволюциялық ілім жасауда Чарльз Дарвиннің еңбегі зор. Эволюциялық үдерістер заңдылығы өте күрделі және ғалымдар күні бүгінге дейін толық анықтай алған жоқ. Алайда эволюцияның неге жүретіні бізге нақты белгілі. Эволюция құбылысы тіршілік деңгейінің барлық сатыларына байқалып, үнебі құрылысы мен атқаратын қызметтеріне бұрын болмаған жаңа құрылымдар мен олардың жаңа қызметтерімен ерекшеленеді. Эволюция ең қарапайым деңгейі мутациялық өзгерістер болып есептелінеді. Табиғи сұрыпталу кезінде мутация арқылы пайда болған жаңа белгілер мен қасиеттер организмдердің жаңа орта жағдайларына бейімделуіне жағдай жасайды. Ең алғашқы эволюциялық процестер тіршіліктің популяция деңгейіне пайда болады. Бұл кезде организмдердің генотипі өзгереді. Сыртқы орта факторларының адам организміне тигізетін әсері. Адам денсаулығының төмендеп, ауруға шалдығының ағзаның ортаға толық бейімделе алмауы қолайсыз әсерлерге берген теріс жауабы ретінде қарастыру керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының анықтамасы бойынша
денсаулық дегеніміз бұл тек аурудың болмауы емес, ол толық физикалық, психологиялық және әлеуметтік қолайлылық. Ғалымдардың есептері бойынша адамдардың денсаулық жағдайы 50-52% өмір сүру салтына, 20-25% тұқым қуалау факторларына, 18-20% қоршаған орта жағдайларына, ал 7-12% ғана денсаулық сақтау саласының деңгейіне байланысты болады екен. Антропогенді факторлар бұрын болмаған жаңа техногенді ауруларды туғызады. Адам денсаулығына зиянды әсер ететін факторлардың ішінде әртүрлі ластаушы заттар бірінші орын алады. Адамдардың іс-әрекеті нәтижесінде биосфераға оған тән емес 4 миллионнан астам заттар шығарылған. Сонымен қатар, жыл сайын қоршаған ортаға мыңдаған жаңа заттар шығарылады. Олардың көпшілігі ксенобиотиктер, яғни адам мен басқа тірі ағзалар үшін бөтен заттар. Аурулардың көбеюі сонымен қатар табиғи ортаның әртүрлі трансформацияларымен оның толық бұзылуы өнеркәсіптік кешендерге, бір типті тұрғын жерлерге және тағы басқа, яғни үшінші табиғатқа айналуына байланысты. Денсаулыққа әлеуметтік және экономикалық жағдайлардың әсерін артып отыр. Табиғи және физикалық, химиялық тұрғыдан алғанда таза орта болса да, қолайсыз әлеуметтік, экономикалық жағдай ауру мен өлімнің артыруына, адамның психологиялық күйі мен стресстік құбылыстар арқылы әсер етеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, жыл сайын дүние жүзінде шамамен 500 мың адам пестицидтермен уланады, және оның 5 мыңы өліммен аяқталады. Мұндай құбылыстар әдетте үшінші әлем елдерінде жиі кездеседі. ақш пен салыстырғанда бұл елдерде улану 13 есе артық. Американ ғалымдарының мәліметтері бойынша барлық қатерлі ісік ауруларының 90% қоршаған ортаның қолайсыз әсеріне байланысты. ФРГ-де соңғы 10 жылда қатерлі ісікпен ауыратын үлесі ер кісілерде 15-23%-ға дейін, ал әйелдерде 17-23%-ға дейін артқан. Аурулар индустриалды және ластанған аудандарда жиі кездеседі. Ағзаларға қолайсыз әсер ететін және ауруларға әкеліп соқтыратын заттарды төменгі топтарға бөлуге болады. Ол біріншіден канцерогендер, қатерлі ісік туғызады. Қазіргі уақытта шамамен 500 осындай заттар белгілі. Олардың ішіндегі ең күштілеріне бензопирен, басқа да полициклді ароматтық көмірсулар, ультра күлгін сәулелер, изотоптар, эпоксидті смола, нитриттер, асбест және тағы басқалары жатады. Келесі топ ол мутагендер. Хромосомалар саны мен құрылымының өзгеруіне әкеліп соқтырады. Оларға рентген сәулелері, гамма сәулелері, нейтрондар, бензопирен, кейбір вирустар, тағы басқалары жатады. Үшінші топ ол тератогендер. Жеке дамуда кемістіктерге әкелетін, кемтарлықтардың пайда болуына әкелетін заттар. Тератогендерге әсер ететін
мөлшерінен артып кететін кез келген факторлар жатады. Көбінесе тератогендерге мутагендер, сондай-ақ пестицидтер, тыңайтқыштар, шу және тағы басқа ластағыштар жатады. Қала экологиясы адамның қала ортасымен әрекеттестігінің заңдылығын зерттейтін ғылыми пән. Бүкіл дүние жүзінде кенеттену процесі қарқынды жүруде. Қазіргі кезде ірі қалалар мен өнеркәсіптік орталықтарда өте қолайсыз экологиялық жағдай орнаған. Атмосфералық ауада едәуір мөлшерде зиянды құраушылар шаң тозаң, күкірт диоксиді, бензопирен, азот оксидтері, ауыр металдар, диоксин және тағы басқалары жиналған. Қалаларды ластануына негізінен қара және түсті металлургия, химия және мұнай химия, целлюлоза, қағаз өнеркәсіптері, жылу энергетикасы, автокөлік әсер етеді. Үлкен қалалар экологиясы. Өркениет сөзі латын civilis деген сөзден алынған. Бүгінгі таңда өркениет ұғымы көбінесе қоғамның даму деңгейінің анықтайтын сөз ретінде қолдануда. Өркениеттің өрістенуіне өндірістің өзгерісі, жеке меншіктік келуі, жаңа технологиялардың пайда болуы әсер етеді. Бүгінгі таңда әлемде өте ірі әрі дамыған қалалар саны өте көп. Қала халқының саны артып, өндіріс көлемі ұлғайған сайын оның қоршаған ортаға тигізген зияны да арта түседі. Экологиялық жағдайы сын көтермейтін әлемнің ең лас 30 қаласының қатарына өзіміздің Алматы қаласы да кіреді екен. Бұл мәселені қала деңгейінде ғана емес, мемлекеттік деңгейде қарастыру қажет екені анық. Алматының маңынан тынығып, денсаулығын шыңайтатын орын таппайсың. Алматы көшелері соңғы 10 шақты жылдың жүзінде ешқашан толасталмайтын машина ағынына айналды. Мыңдаған машиналардың бөлінетін көмірқышқыл газы ауаны ластап, түрлі тыныс ауруларын туғызады. Үлкен қалалардың барлығында тән тағы да бір өзекті мәселе ол су. Тау басынан ағып жатқан көптеген бұлақтардың бойында зәулім коттедждер салынып, жуынды мен шайындылардың бәрі сол суға төгіліп жатыр. Ал бұл суды төмен жағында орналасқан үйлер тұрмыста да, бақшада да пайдаланады. Нәтижесінде адамның бүйрегінде тастың пайда болуы, асқазанның қабынуы, сары ауруы, соқыр ішектің қабынуы секілді түрлі аурулардың пайда болуына әкеледі. Осындай мәселелердің барлығын шешу үшін көп жұмыс атқару қажет. Жалпы ауасы таза, аспаны ашық, аппақ қарлы таулары бар экологиялық жағынан таза қалада өмір сүргіміз келсе, әр отбасы, әрбір адам алдымен өзін-өзі табиғат сүйгіштікке, қоршаған ортаға деген жанашырлыққа тәрбиелеу керек.
Себебі табиғатты қорғап аялау бұл әрбір азаматтың парызы. Сонымен, құрметті студенттер, бүгінгі лекция сабағымыз аяқталды. Бүгінгі лекциядан алған мәліметтеріңізді Платонс платформасындағы Word документінде берілген тапсырма орындауға қолданасыздар деп ойлаймын. Және де тапсырмаңызды платформаға жүктеулеріңізді сұраймын. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.